Осындай видео жасағыларыңыз келсе, мен сіздерге қазір тегін көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Бірінші картинканы оживлять етуді көрсетемін. Осы программаны скачать етіп аласыздар. Осындай белгісімен осы жерге қажетті суретімізді таңдаймыз. Мысалы, осы суретті қазір жазамыз. Оживи картину деп не істегілеріңіз келеді, соны осы жерге жазасыздар. Содан кейін создать деп басамыз. Өте оңай. Бәрін жазып шығасыз да құр создайтты басасыз. Және осы программада тренд болған 3D мүсінін, өзінің 3D мүсінін тренд болған, соны осы приложение жасауға болады. Қазір оны да көрсетіп жіберемін. Мен оны 1 рет жасағам. Ол 1 рет қана бесплатный рұқсат беріледі екен, одан кейін платный екен. Сондықтан сіздер жасай аласыздар 1 рет. Міне осы мүсінді жасай аласыздар. Міне менің картинкам дайын, оживлять етіп бердім. Мен айтқандай шай құйып жатқанын, міне буы шығып жатқанын бәрін жасап берді. Бұл приложение бесплатный, күніне 3 рет па 4 рет па жасауға болады. Енді келесі суретті қалай жасаймыз? Сондай суретті өзімізге керектіні қалай жасаймыз? Мысалы, мен суретке промпт қажет дейді. GPT-ға кіремін де жазамын, суретке промпт қажет, және ол қандай сурет, ол суретте не істеу керек, бәрін жазып шығамын. И өзіме керекті сайтқа кіремін. Қазір сайттың атын төбеден көріп кетсеңіздер болады. Жазып аламын өзіме қалай істеу керек, не істеу керек екенін бәрін. Содан кейін сол суретті қазір жасайтын боламыз. Осы видеоның соңында мен қазір суретті оживлять етуді, суретті жасауды көрсетіп отырмын. Осы видеоның соңында дайын видеоны қалай жасаймыз, қазіргі хит болып жатқан, және келесі видеода и арқылы ән шығаруды көрсетемін. Міне картинкамыз дайын болып жатыр. Осы жер өте қызық, қалай шығады, қалай болады деген сипатта осылай жай-жайдан шығады. Картинкамыз мен ойлағаннан да керемет шықты. Ертедегі қыз деп едім, енді осымен бір видео жасау керек болып тұр. Сондықтан осы картинканы оживлять етіп көрейік. Ол үшін бағанағы бірінші программаға қайтадан кіреміз. Осы картинканы таңдаймыз, сосын жазамыз, не істегіміз келеді. Ал программаға кірдік, картинкамыз таңдадық, жазамыз. Оживи картинку. Мен ағаштарды қозғалтып, гүлдерді қозғалтқым келіп тұр. И соны жазамын. Бұны дайын болған кезде ходящий деген жер тұрады, сол жерден таңдап аламыз. Бәрін жазып жібердік, енді тосамыз. Қазір дайын болғанда ходящийға келеді. Мына видеомыз дайын деп келіп тұр. Ходящийға кіреміз. И сол жерден видеомызды таңдап қараймыз. Мен ойлағанымда керемет шықты, шынымен гүлдері қозғалып, мультфильм сценкасы болып тұр, керемет болып шықты. Енді келесі видеоны жасау үшін бізге осы VPN керек. VPN мен осы көк белгісін қолданамын. Мен осы VPN-ға кіріп, Чикагоны таңдаймын. Американдық қалалар болу керек. Ол не үшін екен? Қазірден бұл біз қазір Gemini деген сайтпен жұмыс жасаймыз. Ол сайтта тек Америка қалаларына рұқсат берілгендіктен біз сол сайт қалада сипатты болып осы VPN-ді қосып, местоположение өшіріп тастаймыз. Мынау сайт Gemini-ға кірген кезде сіздердің автоматически Google аккаунттарың қосылады. Егер Google аккаунт болмаса, Google аккаунтты ашып аласыздар. Сосын сол жерге телефон адресті тіркейсіздер. Одан кейін картаны бір қолданбайтын бір картаны тіркеп қойыңыздар. Өйткені ол 1 ай бесплатный, 1 айдан кейін 10 мың алады. Және сол жерге почта тіркеген кезде Google-дан міндетті түрде американский почта индекс деп жазасыздар да, сол американский почта индексті сол жерге тіркеп жазасыздар. Мен қайтадан GPT-ға кірдім, промпт жазып алдым. Сол промптты алып қайтадан келемін де, жаңағы Pro версиясын қосып аламыз. Ол Pro версиясын қосу үшін картаны тіркеу керек. Жаңағы Steam картаны тіркеп қосыңыздар болады. Pro версия қосылған кезде Create Video деп шығады. Соны таңдаймын, промптты қоямын. Осылай айналып тұрады. Дайын болған кезде ваше видео готово деп тұрады. Қазір промптты қойдым, тосып тұрамыз. И видео дайын болған кезде бізге шығады. Видеомыз дайын болды. Мен негізі шыны пирог деп жазған болатымын. Осындай моменттер болады. Мен сұраған нәрседен басқаша жасап береді. Мен шыны пирог деп жазған болатымын, алайда ол маған басқаша жасап берді, обычный пирог қылып. Сондықтан промптты мына төбе жағында қазір мен алдында жасаған видеоларымды көрсетемін. Ол видеоларды осы программа арқылы жасаған болатымын. Ал енді асықпай тағы бір видеоны жасайық. Қайтадан GPT-ға кіреміз. Видео 3-ке промпт кежек деп жазамыз. Мен қазақ баласы аттың үстінде кетіп баратып,
Менің YouTube каналыма тіркел, осындай видео жасаған келсе деген сақатты жасағым келіп тұр. Жазып шығамыз. Промптты міндетті түрде тексеріп аламыз. Және мысалы ағылшынша жазады ол бізге. Қазақша сөздерді біз өзіміз ар жаққа қойған кезде қазақ тілінде жазамыз. Және language in қазақ деп тұрған жерлерін алып тастаймыз да, просто says не айтты и сол сөзді қазақ тілінде жазамыз. Егер ағылшынша жазсаңыздар, ол сіздерге ағылшынша ғана шығарып береді. Және бұл программаға кіріп жасаған кезде күніне 3 рет рұқсат береді. VPN-ді қосып, содан кейін местоположение өшіріп қана жазсаңыздар болады. Басында мен местоположение өшірмей қойған жерде бұл приложение істемей қояды. Сондықтан сол моменттерді есте сақтаңыздар. Және промпт жазған кезде біз не істегіміз келіп тұр, қандай звуктар қосқымыз келіп тұр, қандай стильдер жасағымыз келіп тұр, соны жазу керек міндетті түрде. Егер оны жазбасаңыздар, сізге оны жасап бермейді. Промптты тексеріп шығамыз. Содан копировать етіп аламыз да. Енді жаңағы Gemini сайтына кіреміз. Gemini сайтын Google-дан Gemini деп жазсаңыздар шығады, міне көрсетіліп тұр. Сосын мында create video деп шығып тұр, көріңіздер. Мен жаңағы айтқандай ағылшынша жазған жерімді алып тастап, қазір қазақ тілінде жазатын боламын. Осындай видео жасаған кезде менің YouTube каналыма тіркел деп жаздым. Бірақ қарап отырсаңыз, жасаған деген сөзді мен енді қате жазып қойғанмын. Қазір видео жасағанда сол сөзде қате айтады. Сондықтан осы моменттарды міндетті түрде есте сақтаңыздар. Қазір енді видеомды қалай жасап беретінін көретін боламыз. Дайындалып жатыр. Осы кезде өте бір қобалжу, өйткені күніне 3 рет рұқсат береді. Кейбір кісілер бірнеше аккаунт ашып жасайды екен. Ал видеомыз дайын, көрейік енді. Атта шауып баратқан, тура мен айтқанда жасап берді. Видеоны тіркеліп қолдап кетіңіздер. Келесі видеоларда осындай монтаж жасау және арқылы ән шығарған болатын болма. Сол келесі видеода тұр, соның әнді тыңдап, ұнаса келесі видеода ән шығару жолын түсіретін боламын. Жазып кетіңіз. Міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетсеңіз. Менің батыр олым жарығым, қиялымның қанаты жанығым, балапаным, сен менің шуағым, күнім болып жүрегімде тұрасың. Балапаным, қошақаным, саған деген махаббатым әлемде жоқ. Шексіз шын екеуміз, сені жақсы көреміз. Аспандағы жұлдызымдай жарқыра, тау шыңындай биікте. Осыны копировать етіп аламыз да, қайтадан Gemini'ға кіреміз. Міне осыда тұрады осындай белгімен, осыған кіреміз де. Именно осы жерде бізде Pro версиясы керек. Pro версиясы болу үшін бағанағы картаны тіркеп қоямыз, почта индекспен бірге. Pro версиясына кірген кезде осылай видео create видео деп жазу шығады. Міне мен алып тастап отырмын. Ағылшынша жазған жерін қазір өзіме керекті қазақша жазып қоямын. Одан кейін бұл программаға кіріп видео жасауға күніне 3 рет рұқсат береді.
кірген сайын VPN-ді қосуды ұмытпаңыздар. VPN-ді қосып местоположениені өшіріп тастайсыздар. TikTok монетизация қосу үшін де осылай VPN-мен кіресіздер. Ол егер керек болса маған жазыңыздар, келесі видеода TikTok монетизация қосу жолын түсірейін.